Үшінші тақырып дағдарыс түрлері, дағдарысты басқару әдістері. Тақырыптың мақсаты дағдарыстың белгілерін, ерекшеліктерін және түрлерін қарастыру, экономикадағы дағдарыстық құбылыстарының заңдылықтарын, яғни дағдарыс алдындағы, дағдарыстан кейінгі кезеңдерде болатын оқиғалардан сақтану және қолданатын шараларды қарастыру. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы басқарудың әдістерін талдау. Тақырыпта негізгі 3 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: дағдарысты сипаттайтын белгілері және оның ерекшеліктері. Дағдарыстың қаупі әрқашанда болады. Сондықтан дағдарысты жағдайдың пайда болуының белгілерін білу және оларды шешу мүмкіндігін бағалау өте маңызды. Дағдарыстың алдын алу бұл басқарылатын процесс. Мұны адамдардың өндірістік және экономиканың даму тарихында болған көптеген дағдарыстар растайды. Дағдарыстың белгілері ең алдымен оның технологиялық керек-жарағы бойынша сараланады. Атап айтсақ, ауқымы, даму аумағы, себептері, мүмкін салдары, көрініс фазалары. Әлеуметтік экономикалық жүйені басқаруда дағдарысқа қарсы дамудың мониторингі қызмет ету керек. Дағдарысты болжау тек жағдайларда және процестерді арнайы талдау негізінде мүмкін. Жалпы дағдарысты таңдауда әлеуметтік экономикалық жүйенің жағдайын бағалаудың барлық көрсеткіштері қатысады. Келесі тақырыпта дағдарыс түрлері. Әр дағдарыстың өзіне тән сипаты мен оны шешу жолдары бар. Яғни дағдарыстың 8 түрі бар. Олар кез келген компанияда қызмет түріне байланысты туындауы мүмкін. Атап өтейік, қоғамдық ой пікірмен байланысты дағдарыс, нарықтағы күрт өзгерген жағдай, күрт өзгерген конъюнктура, немесе нарықтағы ұзақ мерзімді тенденцияларды жеткіліксіз бағалауға байланысты дағдарыс, өнімнің нарықтағы сәтсіздігі немесе өнімнің ақауларына байланысты дағдарыс, қол ақша дағдарысы, өнеркәсіптік қатынастар дағдарысы, жағымсыз немесе қасық ету дағдарысы, жағымсыз халықаралық жағдайдан туындайтын дағдарыс, ұйым үшін жағымсыз салдарға әкелетін мемлекеттік реттеудегі өзгерістерден туындаған дағдарыс. Қоғамдық ой пікірмен байланысты дағдарыс қоғам тарапынан көзқарастың алуынан туындайды. Дағдарысқа шалдыққан фирма қоғам тарапынан көзқарасады. Бұқаралық ақпарат құралдары басқарушылардың және қызметкерлердің қоғаммен қарым-қатынасына аса қатты көңіл береді. Нарықтағы күрт өзгерген жағдай, күрт өзгерген конъюнктура немесе нарықтағы ұзақ мерзімді тенденцияларды жеткіліксіз бағалауға байланысты, яғни дағдарыс. Бұл дағдарыстың кеңінен тараған түрі. Оған нарықта жылдам икемделетін мобильді шағын фирмалар немесе жаңа бизнесті енгізу потенциалын сақтаған ірі компаниялар төтеп бере алады. Өнімнің нарықтағы сәтсіздігі немесе өнімнің ақауларына байланысты дағдарыс. Дағдарыстың ең қауіпті жағы оны басқарудың қиындығында. Өнімге сұраныс жоғалғанда бизнес те жоғалады. Өнеркәсіптің кейбір салаларының осындай өзгерістерге сезімталдығы жоғары болады. Дағдарыстың бұл түрінен шығудың қысқа жолы жоқ. Ұзақ мерзімде компания өз өнімін бақылай алады да, оған сәйкес өзгерістер енгізе алады. Егер ол тұтынушылар ниетін нақты анықтай алатын болса. Келесі қол ақша дағдарысы. Дағдарыстың негізгі және қауіп түрі. Көбіне дағдарыс ликвидті құралдардың жетіспеушілігінен туындайды. Соның ішінде ақшалай. Осы жағдайда одан айналмалы қорларды толтыруға арналған несиелер арқылы шығуға болады. Келесі өнеркәсіптік қатынастар дағдарысы. Қызметкерлер мен жұмысшылардың ереуілісі немесе оның пайда болу қаупі, өндірістің тоқтауы немесе оның қаупі, я болмаса террористік ақтық қаупі. Келесі жағымсыз немесе қасық ету дағдарысы. Компаниялар акциясын сатып алу акцияларын төмен бағасын пайдалануда көрініс алуы мүмкін. Бақылау пакетін сатып алу үшін күрес дағдарыс түрі. Жағымсыз халықаралық жағдайлардан туындаған дағдарыс. Көбіне қызметінің басым бөлігі шетелдермен байланысты елдерге тән. Келесі ұйым үшін жағымсыз салдарға әкелетін мемлекеттік реттеудегі өзгерістерден туындаған дағдарыс. Мемлекеттік жеке бизнесіне араласуына пайда болады. Көбіне бұл араласуды тұтынушылар күшейтеді. Әр қалыптасатын дағдарыс ерекше сияқты болып көрінеді, бірақ егер оның себептері мен салдарын талдаса, көптеген ортақ бірліктерді айқындауға болады. Келесі үшінші сұрақ: дағдарыс қарсы басқарудың әдістері. Дағдарыстан өту бойынша тұжырымдаманы әзірлеуге дейін ең басында жауапты тұлғалар дағдарысқа өздерінің қатынастарын анықтау керек. Бұл өте маңызды болып табылады. Себебі бұл
дағдарысқа қарсы шаралардың бүкіл барысында өзінің ізін қалдырады. Дағдарысты қабылдаудың екі тұжырымдамасы болады. Атап өтейік, бірінші, сақтауға бағытталған бағдарлама. Бұл жерде дағдарысқа қатыстырылған тұлғалар мен ұжым үшін дербестікті және мәнділікті жоғалтуды білдіретін кедергілер мен қауіп-қатерлер ретінде түсіндіріледі. Нәтижесінде жауапты тұлғалардың дағдарыста теріс мағынада қабылдауына байланысты дағдарысқа дейінгі жағдайда қалпына келтіру бойынша шаралар сапалы немесе саналы емес тұрғыда әзірленеді. Келесі әдісі жаңарту бағдарлама. Бұл жағдайда дағдарыс кәсіпорынды дамытудың эволюциялық процестерді қайта құру, жаңартудың қажеттілігіне нұсқау ретінде қарастырылады. Бұл жерде дағдарыс белгілі бір иррационалдықтан және дұрыс емес бекітілген мақсаттар мен ережелерді босатуды енгізеді. Нәтижесінде дағдарыста тудырған жағдайды өзгертуге сол талаптардың барлығы позитивті шаралар ретінде қарастырылады. Бұл кезде негізгі дағдарыспен шаралар алынбай, олардың орнына жаңа қатынастар негізінде меншікті құрылымы өзгерту алынады. Дағдарысқа тән немесе одан кейін орын алатын негізгі артықшылықтар бар. Атап өтейік, лидер пайда болады. Дағдарыс кезінде лидер пайда болғанда дарынды адамдар бюрократияны жеңе алатындығын, қалай әрекет ете алатындығын көрсете алады. Дағдарыс қалыптасқан тәртіпті өзгертеді, дарынның көруіне мүмкіндік береді. Келесі, жабық болған мәселелер ашылады, адамдардың ауысуы орын алады, жаңа стратегиялар дамиды, алдын ала ескертуді жүйесі дамиды, жаңа бәсекелік мүмкіндіктер пайда болады. Дағдарысқа ұшыраған фирма тәжірибе алады. Тақырыпта өзіндік бақылау сұрақтары қарастырылған және де тақырып бойынша әдебиеттер тізімі келтірілген. Назарларыңызға рахмет.